Саламатсыздар ма? Енді бізде платежка бойынша тәмамдайтын болсақ, бізде енді бұл жерде входящийді көрсеттім, исходящийді көрсеттім. Енді бізде жиі болатын жағдай ол бізде поставщиктерге ақша қаражатын төлеу. Ол үшін бізде бірінші поступление тмз услуг жасап аламыз электронный счет фактура арқылы. Соны жасағаннан кейін барып төлеп жатамыз көп жағдайда. Мысалға, мында енді поступление көрсетілмеген, мысалға көрсетейін. Поступление бойынша алдыңғы сабақтарда видеоуроктар бар. SF-тан қалай жүктеу керек екен, қалай жасалыну керектігін. Мында тағы бір шамамен көрсетейін. Например, бізге январдан 31 күні комуслуг келді дейік. Мына жерге ну дейміз, мына жерге контрагент. Мында, например, Қазақ Телеком дейік. Қазақ Телеком. Бұл жерге барлық данныйын толтырамыз, кәдімгідей БИН, КБ барлығын, банковский счетын деген сияқты. Оның да видеоуроктары бар. Мына Қазақ Телеком, мына договор дейді. Егерде договормен келген жағдайда договорын көрсетеміз. Договор создавать. Мына жерге наименование. Мына номер договора номер 5 от 01/01/24 дейік. Договор номер 5 от 01/01/24 дейік. Прочее емес, бізде с поставщиком болады бұл жерде. Записать, закрыть. Вот осылай договорын көрсетеміз. Контрагенттен кейін источник финансирования бюджет. Мына жерде 17-ді алып тастаймыз. Мына жерден бізге Қазақ Телеком не келіп жатыр? ОЕС, тмз, услуги. Бізде енді Қазақ Телекомнан услуга келеді. Услуга показать. Бізде мына жерде жоқ екен. Создавать етейік. Бізде услуга телефоны келіп жатыр да. Мына жерде название, мына жерде единица измерения бізде услуга деуіміз керек. Бізде тек килограмм штук көрсетіп тұр. Через подбор услуганы тауып алайық. Услуга. Вот услуга дейді, усыл дейміз біз оны. Міне одна услуга. Мына услуга деген галочка қоямыз да, записать, закрыть. Мына услуга телефона, количество 1, цена 10 мың дейік мысалға. Мына жерге счет 72 10 қойсаңыз дұрысырақ болады, административный расход. Статья затратқа бізде услуги связи дейміз. Мына расходы по связи. Оның ішінде абонентская плата за телефон, интернет дейді. За телефон дейік. Подразделение основной, программа МБ. Вот осыны көрсетеміз. Провести жасалынады. Міне бізде услуга келді 10 мың теңге. Ол бізде обороткіде міне бізде 33 онға міне 10 мың теңге келді. Енді біз соны төлеп қаражатты жоқ қылуымыз керек. Біз енді поставщиктер бойынша мында журнал ордер, 6-шы журнал ордер бар. Вот мына жерде міне бүкіл поставщиктер бойынша шығып тұрады. Міне 10 мың теңге келді деп көрсетіліп тұр бізде сальдо. Енді біз оны төлеу үшін біз бір дегенде банки касса исходящийден бірден содан істеуге де болады. Бірақ одан да оңай түрі поступление салынғаннан кейін бізде мына жерден поступление тмз услугтан сыртынан немесе ішінен кіріп создать на основании платежный поручение исходящий жасауға болады. Платежный поручение исходящий жасаймыз. Вот мына жерге бүкіл контрагент, договор, сумма барлығын көшіріп әкеледі мына жаққа. Мына жерге тоже 31/01/24 деп қойайық. Біз сол күні қабылдап, сол күні төлеп жатырмыз. Мысалға, мына жерге платежканың номері 14 дейік мысалға.
14, мына жерге 14-ші. Мына басылып кетті мына жерде 10.30 болу керек. Бізде банковский счет бойынша бәрі 10.30-да. Мына счет получатель салу керек. Мына жерге КМП. Контрагенттер мен КМП ұмытып қалып отырмын. Сол КМП-сын көрсетесіздер. Провести. Мына жерге программа көрсетеді. Программа МБ дейміз. Мына жерде 33 дұрыс. Поставщиктің счеты 17 алып тастаймыз. Ол бізде уақытша счеттар қажет емес болуы. Мына жерге документ основания поступлениені көрсетеді өз автоматым. Провести етеміз. Вот провести еткеннен кейін бізде обороткада міне жабылды 10.000 теңге. Аха, біз мына платежканы істегеннен кейін біз енді оны төлеу үшін жаңағы соц налог сияқты клиент банк арқылы біз төлейміз. Бізде дата 31 январь дейік. И обновить. Міне бізде 31 январға шығарып тұр. Егер қызылмен шыққан жағдайда бұл жерде ошибка бар деген сөз. Например, контрагенттің КБСі толтырмаған, БИ-ні толтырмаған, КМП-сі толтырмаған дейді. Бұның барлығы міндетті түрде толтырылу керек, әйтпесе онлайн банкке өтпей қалады. Соны толтырғаннан кейін мына жерде шығады. Тоже жаңағыдай соц налог сияқты мына жерден астынан выгрузить етіп, рабочий столдағы 1С КЛ деген құжатты онлайн банкке, Народный банк болса 1С Exchange арқылы төлеп жібересіздер. Басқа да поставщиктерге, нелерге осылай поступление жасап, платежкалар жасап жасайсыздар. Вот журнал ордер 6, міне қайттан сформировать етейік. Вот мына жерге дебетінде көрсетіп тұр. 10.000 теңге төленді, 10.000 теңге поступление жасалынды, и остаток наконец 0. Әр ай сайын тура осы журнал ордерді шығарып тіркеп отыруларыңыз болады. Және де поставщиктер бойынша вот начальный остаток тура осы жерге салынады. Егер жылдың басында дебиторка, кредиторка бері жақтар болса, тура осылай салыну керек. Расчеты поставщиками, подрядчиками, например, кейде артық төлеп қойған жағдайда, кейде немесе біз бері жақ болған жағдайда жылдың аяғында осылай контрагентті көрсетіп, 30 қай мекеме екенін көрсетіп, например, осылай толтырсаңыздар, осылай көрсететін болады. Міне 5.000 теңге, жылдың аяғында да, айдың аяғында да 5.000 теңге. Оборотка деді, тура осылай көрсетеді. 5.000 теңге, 5.000 теңге. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Осы бойынша платежкамен төлейсіздер, журнал ордер 6 арқылы, оборотка арқылы тексеріп отырасыздар. Және де бізде оборотный сальдо ведомство по счету арқылы осы жерден де қарай аласыздар. Қай мекемеден ала жақ, бері жақ барлығын ашып көрсететін болады поставщиктер бойынша. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.